Сәлем достар, бүгін өте тойымды әрі жылдам, дәмді болатын мясо по-французски рецебімен бөліспекшімін. Дәл осы әдіспен, дәл осы рецеппен жасап көріңіздер, өте дәмді шығатынына сенімдімін. Каналымызға тіркеліп, лайк басып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Алда талай қызықты рецептілермен бөлісетін боламын. Бізге картошка, сыр, помидор, болгар бұрышы, пияз және де фарш керек. Тағамымызды бастамай тұрып, осылай қызанақты астынан 4 бөлікке аздап кесіп жіберіп, үстіне ыстық қайнаған суды құйыңыздар. Сол кезде қызанақтың сыртындағы қабығы оңай әрі жылдам ашылады. Бұл 5-10 минут тұрса жеткілікті. Енді келесі картошкамызды алып, домалақ қылып турайтын боламыз. Өте қалың болмауы керек, орташа қалыңдықта турай беріңіздер. Картошкамыздың тек жартысын ғана домалақ қылып турап, дәл жартысын алып қаламыз. Бұны ең бетіне теркадан өткізіп жабу үшін. Келесі бір пиязымызды алып, жіңішке қылып турап және де ұсақтап 2-3 бөлікке бөліп жібереміз. Мінекей пиязымызды турап болдық. Келесі болгар бұрышы. Бұны қосу міндетті емес, өз қалауларыңызға сай қоспасаңыздар да болады. Мен кішкене дәм берсін деп болгар бұрышын да ұзынша қылып турап қосып жібердім. Мінекей достар, барлық заттарымыз туралып дайын болды. Енді табағымызда сұйық маймен майлап аламыз. Бетіне домалақ қылып туралған картошкамызды дәл видеодағыдай қойып шығатын боламыз. Үстіне дәміне қарай тұз, қара бұрыш сеуіп, майонезді жағамыз. Екінші слой бізде фарш. Фаршты жұқалап алып, бүкіл жеріне жеткілікті түрде қойып шығамыз. Фарштың үстіне де тұз сеуіп шығуды ұмытпаңыздар. Оның үстіне болгар бұрышын қойып, оның үстіне де аздап тұз сеуіп жіберіп, бетін майонезбен жапыңыздар. Келесі слой туралған пияз. Пиязды да бүкіл жеріне жеткілікті қылып салып шығамыз. Аралықта біздің қызанағымыз ыстық суда тұрып болды. Ақырын алып, қабығын қолмен дәл видеодағыдай ашырсаңыздар, бірден алынып қалады. Ортасындағы қатты жерін алып тастап, қызанағымызды 2 бөлікке теңдей бөліп, жарты ай тәрізді қылып турап шығамыз. Мінекей қызанағымыз туралып болды. Енді осыны пияздың үстіне қойып шығамыз. Дәміне қарай аздап тұз және де майонез жағуды ұмытпаңыздар. Енді қалған жарта картошкамызды осындай үкіштен өткізіп алатын боламыз. Бұл жақсы пісу үшін және де шикі болып қалмау үшін ең жоғарғы бетіне осы картошкамызды үкіштен өткізіп қойғанымыз дұрыс. Дәл видеодағыдай бүкіл жеріне картошкамызды жаймалап шығамыз. Және де осы аралықта духовкамызды 180 градуста қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Бетіне тағы да аздап тұз сеуіп және де майонез жағуды ұмытпаңыздар. Пешімізді 180 градуста қыздырғаннан кейін осы тағамымызды шамамен 1 сағаттай аралықта пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің 1 сағатымыз өтті. Енді бетіне сырды күштен өткізіп, тағы да 5 минутқа қоя тұрамыз. Сонымен біздің тағамымыз дайын болады.
Мінеки сыр еріп, өте дәмді мясо по-французски тағамыз дайын. Бұл тағам 7-8 адамға жеткілікті мөлшерде шықты. Өте дәмді әрі ішінде фарш картошкасы барлығы піскен, ішіндегі заттарының дәмі үйлескен өте дәмді тағамды үй жағдайында жасап көріңіздер. Ешқандай қиындығы жоқ. Дәл осы рецептімен жасаған болсаңыздар, комментарийға ойларыңызды бөлісуді ұмытпаңыздар. Каналымызға тіркеліп лайк басып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Алда талы қызықты рецептілермен бөлісетін боламын. Жаңа рецептілер жіберіп алмау үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Сіздермен болған Альмира, ас болсын. Сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне қойсаңыздар болады.